Сәлем достар, сіздермен бірге IT бала. Бүгінгі видеода біз Scratch программасының ең соңғы сабағы және ең қысқа сабағы другие блоки, мой блоки, яғни басқа блоктар және менің блоктарым деген блоктарды өтетін боламыз. Бұлар бізде қызыл блоктар болып беріледі. Бірақ бұл жерде бірде-бір блок болмайды. Бұларды біз өзіміз жасаймыз. Мысалы, секіру десек, секіру, міне, қанша жазыппын, кешіріңіздер, секіру, яғни определить секіру, және когда клавиша правильно нажать, секіру қояйық. Секіру десек, бұл өзі секіріп кетпейді. Пробелді бассақ, ол секіріп кетпейді. Мына жердегі берілген не? Определить секіру деп тұр ғой. Мына блок, мына блоктың үлгісі мынаның астына берілген нелерді орындайды. Мысалы, біз бүйтейік, изменить y, осынабайық, және повторить он и ждать. Мынаны былай, және мынаны былай. Мына және мына минус 10. Минус 10 қойдық. Енді біз мына жерге қойсақ, мынаны ойыншымыз орнына әкеліп алайық. Пробелді бассақ, мерге біз 0,1 бізге ыңғайлы болады. Яғни секіреді. Яғни секіру дейік. Секіру деп атын өзіміз өзгертіп қойсақ та болады. Егер мына жерде осы блок тұрса, кез келген жерде секіру блокі тұрса, және сол орындалған кезде мына жерде осы определить секіру блогының астындағы скриптіні бізге орындап береді. Біз мынаны былай қойсақ та болады. Мына екеуін қойсақ та болады. Немесе мынаны мында қойып, ал мынаны мында жерсек те болады. Мына екеуінің қатысы жоқ болса, бірақ бұлардың рөлі біздегі скриптіні қысқарту. Яғни оның программасын сәл қысқарту. Және бұл блоктарды тағы өзгертуге болады. Значение, яғни мінерге сан қоямыз. Сан қоятын жер немесе сенсорлар қоятын жер. Яғни касается указатель мышь дегендей. Бассақ міне олар шыға береді. Текст, яғни үстіп қоя берсек болады. Керек егер біз қатесте қойсақ, өшіріп тастай аламыз. Міне. Өзіме сіздерге көріну үшін дұрыстап істеп жатырмын. Міне мынаны бастық. Мынандай біреу шықты. Яғни анерге сан қойсақ болады. Ал мына жерге біз циклдар қоя аламыз. Мысалы, касается указатель мышь, алайық. Название блока. Мынаны мында қоя аламыз. Яғни үстіп қойып жүруге болады екен. Енді запустить без обновления экрана деген бұл сіздерге қатты таныс емес шығар. Яғни бұл, егер біздің бағанағы секіру блогын, екі блокты өшіріп тастайық. Бұлар бізге керек емес. Секіру блогын біз редактировать етіп, запустить без обновления экрана десек, ол бізде оның секіргенін көрсетпейді. Яғни ол яғни мына экранда анимациясыз істеу. Біз оны көріп үлгермейміз. Ол себебі анимациясыз істеу болғандықтан ол жылдам істейді. Оны біз көріп үлгермейміз, бірақ бұл жерде белгі қатып тұрма, әлі жоқ. Біздегі бұл жердегі көрініп тұрған себебі ол мына ждать 0,1 секунд блогы. Соның арқасында біз оның қозғалып тұрғанын көріп тұрмыз. Бірақ қазір оны алып тастасақ, секіруді басқан кезде ол мүлдем көрінбейді. Қаншалық жылдам бассақ та көрінбейді. Ал мынаны қойсақ көрінеді.
яғни сәл кідіріс жасау болып тұр ғой. Яғни запустить без обновления экрана деген бұл экранның анимациясы болмай-ақ істей беру деген сөз. Мысалы біз егер мынаны өшірсек, ана жерде бізде обновление болады. Бассақ, міне анимациясы болып тұр. Анимациясы, яғни ал мынаны қосып қойсақ, бізде анимациясы. Міне сразу барып келеді. Яғни біз оны экранда болғанын сезбей де қаламыз. Бүгін сіздермен өткенім бұл другие блоки, яғни біздегі ең соңғы тақырып болатын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен IT Бала. Сау болыңыздар.